Елімізде қыркүйек айынан бастап зияткерлік ұрпақ жобасы басталды. Аталмыш жоба аясында танымал тұлғалар ауылдық жерлерде кездесулер өткізеді. Осындай жүздесудің бірі Қордай ауданында өтті. Белгілі әнші, танымал актриса Айгүл Иманбаева да өзінің кіндік қаны тамған туған жері Кенен ауылына келіп, өзі оқыған нөмірі 42-ші мектепте болды. Онда жоғары сынып оқушыларымен еркін әңгіме өрбітті. Әнші әрі журналист мамандығын қатар алып жүрген Айгүл Иманбаева басқосуда өзінің өмір жолынан сыр шертіп, қол жеткізген табыстарымен, жетістіктермен бөлісті. Әңгіме барысында мектеп қабырғасында соңғы жылдарын өткізіп жатқан жоғарғы сынып оқушыларына мамандықты қалай дұрыс таңдау қажеттігі турасында ой бөліскен әнші, сонымен қатар қазіргі елімізде басталған зияткерлік ұрпақ жобасы жөнінде де кеңінен түсінік берді. Негізі зияткерлік ұрпақ деген жоба, бастама, бұл өте жақсы жоба, өте біздің өсіп келе жатқан келер ұрпаққа үлкен пайдасы бар жоба деп айтсам шатаспаймын. Айгүл осы мектептің түлегі ретінде ұстаздарға алғысын да білдірді. Кездесу соңында әншінің зейнеткерліктегі ұстазы шәкіртіне өзінің өмір бақыт атты кітабын тарту етті. Лаура Рыспек, Аягөз Тілеуханқызы, жаңалықтар қызметі. В рамках проекта «Зияткер Урпак» интеллектуальное поколение, стартовавшее с начала сентября по региону, в Курдайском районе в средней школе имени Кашаганова, что в ауле Кенен, прошла встреча с известной певицей и журналистом, выпускницей этого среднего учебного заведения Айгуль Иманбаевой. Подобные встречи с именитыми людьми, добившимися немалого в своей жизни, общественными деятелями, известными спортсменами, народными артистами, в эти дни проходят повсеместно. Старшеклассники, затаив дыхание, слушали гостью. Вот так, рядом, живьем, а не по телевизору, оказалось куда интереснее. Ребята задавали многие злободневные вопросы сегодняшнего дня. Открыто, искренне Айгуль ответила на все из них. Как можно добиться успехов на сцене, в жизни, в профессии? Главное, говорит гостья, надо много и пытливо читать, анализировать, проявлять элементарное любопытство к жизни. И тогда можно будет достичь большего, уверяла она. Я очень растрогана этой встречей на родной земле и считаю, что такие проекты очень нужны. Молодое поколение должно знать своих героев и знаменитых личностей, брать с них пример и учиться жизни. В завершении встречи Айгуль Иманбаева выразила признательность своим наставникам, научившим ее познавать этот мир и давшим путевку в жизнь, подарив на память свою книгу «Өмір бақыты». Кулеш Умурзак, Вержан Кудеров, служба новостей.